Баршаңызға сәлем, сіздермен Әсемгүл Дәулетқызы. Бүгін сіздерге ең дәмді, өте керемет болып шығатын мексиканский энчилада дайындаймыз. Ең алдымен бізге керегі сыр, кукуруза, тауық еті, лаваш, томат, сұйық май, болгар бұрышы, пияз, тұз, бұрыш қажет болады. Ең алдымен пиязымызды 4 бұрыштап турап аламыз. Сосын болгар бұрышын аламыз да, оны да 4 бұрышты қылып турап аламыз. Менде 2 түрлі болгар бұрышы, біреуі жасыл, біреуі қызыл. Теркамыздың мына жағымен сырды өткіземіз. Табамыздың ішіне сұйық майымызды құйып, пияз, болгар бұрышын және де тауық етін салып, жақсылап араластырамыз. Тұз бұрышымызды салып, 15-20 минутқа бұқтырып қоямыз. Бұқтырылып болған салмамызды ыдысқа салып аламыз. Оның үстіне кукурузамызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін лавашымызды аламыз да, оны бірнеше бөлікке бөліп, салмамызды салып, орайтын боламыз. Үстіне сырды себеміз де жақсылап ораймыз. Арнайы фольгамен қапталған формамызға барлығын тізіп шығатын боламыз. Үстіне томаттан соус жасап, үстіне құямыз. Ең үстіне сырымызды жақсылап саламыз, 15-20 минутқа духовкаға жібереміз. Өте керемет, нәзік болып шығатын мексикандық тағамды сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.